Туннель. Bir күні bir адам командировкаға бара жатып, bir адамды көріп қалады. Бұл бала жүгіріп келіп, мені машинаңа отырғызыңызшы дейді. Ол жақта құбыжық бар дейді. Бірақ ол сенбейді. Бала машинаға отырғаннан кейін бәрі не болғанын түсіндірші дейді. Ана жаққа қараңыз дегенде, біреу бірдеңе, бір қармақ сияқты бірдеңе ұстап алып, екі адамға қарап тұрады. Ол қайтадан кетіп қалады. Одан кейін бұлар қорқып, бала, мен үйіме бара жатқанда төте жолмен барайын деп ұшақпен өткенмін. Содан кейін алдымдан осындай құбыжықтар шықты дейді. Олардың үйі мына туннельде дейді. Бірақ ол кірмейді. Бұл кішкене күмәндана бастайды баладан. Терезенің туннельдің ішінде құбыжықтар қайдан бар деп ойлайды жігіт. Терезеге қараса, құбыжықтар өте көп. Терезенің фарын жаққанда алдынан құбыжықтар атып толып шығады. Одан кейін артындағы бала сол құбыжық болып шығады. Одан кейін бұл туннельге ешкім бармайды.